Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Бекен ғой YouTube каналы. Қандай дені сау қыз Қытайға кетпек жүріңдер енді соға барып шаян жеп, или 40 аяқ па, 12 аяқ сондайды жеп, приколда. Қазақ қызым бар ғой, шаян жеген түрін көрмеп жоқ. Бел құрттар бар ғой, құрттар же, сол құрттар жеп атады ғой. Емай, базар жоқ. Кішкене нам. Қазақ қыздарымыз, қазақ қыздары құрт жейсіңдер. Емай, жеске. Елестендірші, қазақтар, прикол. Бейлі да, бізді тыңдамайды. Мысалы, қазір 1,045,000 адам ше. Интернетте, фейсбукте қазақ қызы, қазаққа ғана лайық, жоқ ол расы ғой, ол ақиқаты да. Бірақ мысалы кетіп қалды ба, альбом тыңдамайды ғой. Өз ата-анасын тыңдамағанда қайдағы жоқ, бізді тыңдайды дейсің ба? Бекен ғой YouTube каналы ұсынады. Қазақ қызын қорғайық. Қазақ қызы инабатты, сыйлы ғой. Шешемізді әкем сосын сүйді ғой. Аппақ ара жауға бермес туымыз, қыз бұзылса ұлт бұзылар дейді ғой. Солар үшін атқа қонып бабамыз қан майданда тіпті жанын қиды ғой. Бұл заманға үлгі болсын сол заман, қарап тұрсаң келген жолдар қилы ғой. Көк көздерден жүрген кезде қорғаштап, қысық көздер қытығыма тейді ғой. Бізді момын санайды ма, кім білсін. Қуықтайлар келсе таяқ жейді ғой. Міндеттімін қазақ қызын қорғауға. Басқа ұлттың қызы болса мейлі ғой. Бұдан кейін бір жарты сағат көлемінде видео түсірдім. Енді олардың барлығын қосқан кезде бұл өлең шумақтарынан соң олар қою артық болып санадым өз ойым. Сонан соң осымен ғана аяқтауға дұрыс деп шештім. Енді білмеймін, айта көш түзелер, қазекеңдер де жүре түзелерміз. Үмітсіз шайтан, үмітімізді үзбейік, барлығы жақсы болады.